Бухгалтерлік есеп қарапайым тілмен. Видео сабақтар бірінші сабақ екі жақты жазу қағидасы. Құрастырушы есепші практик, оқытушы Көшекбаева Шолпан Анарбекқызы. Бұл сабақ кімдерге арналған? Бухгалтерлік есепті түсінем деген кез келген адамға арналған. Бухгалтерлік есепті түсіну үшін сен досымен бірге кәсіпкер болып, кәсіпорын аштың, елестетші. Кәсіпкер болу үшін саған не керек? Актив, табыс алып келетін ресурстар, пассив, бизнес идеяны жүзеге асыру үшін қаражат көздері. Актив пен пассивті бөлек қарастырайық. Актив, табыс түсіретін ресурстар. Келей немесе жанама түрде табыс түсуге қатысы бар. Актив кез келген уақытта ақшаға айырбастауға болады. Активтің ақшаға тез айналуы өтімділік деп аталады. Ақша, яғни кассадағы және банк счеттарындағы ақшалар өте өтімді. Сатып алушылардың қарыздары өтімділігі. Екінші орында тауарлар, яғни заттай немесе заттай емес идеялар, бизнес идеялар, қызметтер, тауар болуы мүмкін. Көлік, жабдықтар, ғимарат және жер. Бұл барлығы жанама түрде табыс түсіруге қатысы бар. Пассив. Пассив дегеніміз не? Пассив бұл қаржы көзі. Пассив бизнеске қаржы қайдан алынғанын көрсетеді. Пассив қайтарылуға тиіс. Мысалы, бизнеске өзің салған ақшаң, яғни меншікті капитал. Досымен бірге бизнесті бастасаң, достың салған ақшасы да меншікті капитал. Банктен алынған несие қарыз немесе несиелік міндеттеме деп аталады. Пассивке сонымен қатар кредиторлық міндеттемелер де жатады. Яғни төлеу мерзімі келмеген уақытша қаражат көздері. Жұмысшыларға төленетін еңбекақы, пайдаланған электр жарығы үшін қарыздар, пайдаланған су мен газға қарыздар, жеткізушілерге шикізат үшін қарыздар, мемлекет алдындағы салық бойынша қарыздар, зейнетақы әлеуметтік сақтандыру бойынша қарыздар және тағы басқалар. Төлеу мерзімі келмегенше бұл қаражаттарды біз қаржы көзі ретінде пайдалануымызға мүмкіндігіміз бар. Бизнесті бастайық. Сен 100 000 теңге салдың дейік, досың 100 000 теңге салды және банктен 300 000 теңге несие алынды. Яғни сенікі 20%, досыңдікі 20% және банктен 60% үлесі бар. Осының барлығы кассаға салынды және меншікті капитал болып табылады. Яғни меншікті капитал 500 000, кассада 500 000. Актив тең пассив. Неге? Бұл сұраққа жауап беру үшін келесі ақпаратқа назар аударайық. 15 ғасырда итальяндық математик Капачоли екі жақты жазу қағидасын ашқан. Екі жақты жазу қағидасы. Кассаға сен 100 000 теңге салдың, яғни сенің қалтаңда 100 000 теңге кеміді. Досың 100 000 теңге салды, оның қалтасында 100 000 теңге кеміді және банктен 300 000 теңге алынды, яғни банкте 300 000 теңге кеміді. Яғни сенің қалтаңдағы ақша кәсіпорын үшін қаржы көзі, оны қайтару керек. Досың қалтаңдағы ақша қаржы көзі, оны қайтару керек. Және де банктың қалтасы бұл да қаржы көзі. Осының барлығы активке, яғни кассаға салынды. Ал ең басты не қайтарылады? Бұл әрине банктың алдындағы қарыздары пайызбен қайтарылады. Ал өзіңе және досыңа қайтарылуы қай кезде? Егер кәсіпорын жабылса, барлық қарыздар өтелсе, қалған ақша бөлініп қайтарылады. Ал егерде ешқандай қаражат қалмаса, онда бұл тәуекел болып есептеледі. Мысалы, таулар пайда болып жатыр, яғни үңгірлер де пайда болды. Осы таулар мен үңгірлер немесе таулар мен көлеңкелері, таулар актив, көлеңкелері пассив. Актив тең пассив. Яғни кез келген тау пайда болған кезде оның үңгірі де пайда болады. Таудың биіктігі үңгірдің биіктігіне тең. Яғни актив пайда болғанда пассив те пайда болады.
актив пайда болды, пассив пайда болды. Актив пайда болды, пассив. Яғни активтің қаражат көзі бар. Актив қайдан алынған деген сұраққа жауап береді. Актив өзара өзгеретін болса, активтер өзара бір жерден екінші жерге ауысады, бөлінеді, бөлшектенеді. Басқа жерге ауысады. Пассивтер өзара өзгеретін болса, бір жерден екінші жерге ауысады, бір жерден кемиді, келесі жерде пайда болады. Кеміді, пайда болды. Ал егерде актив азайса, міне азайды, пассив те азаяды. Екі жақты жазу. Егер өзгерген жерді шот деп аталатын болсақ, кеткенді кредит десек, ал түскенді дебет деп атасақ, онда екі жақты жазу дегеніміз бір счеттің кредитінде және екінші счеттің дебетінде бір сомаға болған өзгеріс. Әрқашанда өзгеріс бір счеттан алынғанды, яғни кеткенді кредит деп атайды, екінші счетқа келіп түскенді дебет деп атайды. Өзгеріс әрқашан кредиттен дебетке болады. Кредиттен кетеді, дебетке келеді. Шаруашылық әрекеттерде қарастырайық. Кассада 100 мың, тағы 100 мың, 300 мың теңге, жалпы 500 мың теңге бар. 300 мың теңге тауар сатып алынды. Кассадан 300 мың теңге кетті, тауарға 300 мың теңге келіп түсті. Кассадан банкқа 100 мың теңге аударылды. 500 мың теңгеге несие алынды. Банкке 500 мың теңге қарыз болды, кассаға 500 мың теңге түсті. Жабдықтаушылардан 400 мың теңгеге тауар алдық. Жабдықтаушыға 400 мың теңге қарыз, өзімізде 400 мың теңге тауар пайда болды. Яғни, минус 300 плюс 300, минус 100 плюс 100, минус 500 плюс 500, минус 400 плюс 400. Егер теріс таңбаны оң жаққа аударатын болсақ, онда тепе-теңдік сақталады. Кез келген шаруашылық әрекеттер екі жақты жазу арқылы көрсетіледі және баланс сақталады. Кәсіпорынның тауар сатып алғаны, жұмысшыларға еңбек ақы есептеу және төлеу, суға, электр жарыққа, газге есептеу және төлеу, банктен несие алу және төлеу, өнім шығару, тауарларды сату, салықтарды есептеу және төлеу және тағы басқа шаруашылық операциялары барлығы екі жақты жазу арқылы көрсетіледі. Яғни бір счеттан кетіп, екінші счетқа түседі. Шаруашылық әрекеттер. 300 мың теңгеге тауар сатып алынды, яғни кассадан 300 мың теңге кетті, кәсіпорын қоймасына 300 мың теңгеге тауар келіп түсті. Яғни дебет тауар, кредит касса. Кассадан кетті, тауарға келіп түсті. Кассадан ақша кетті, тауарға түсті. Келесі шаруашылық операция 100 мың теңгеге 100 мың теңге кассадан кәсіпорынның банктік счетына салынды. Кассадан ақша 100 мың теңге кетті, банк счетына 100 мың теңге келіп түсті. Яғни, дебетте бізде банк счеты болады, 100 мың теңге түскен ақша, кредитте 100 мың теңге кеткен ақша. Кредиттен кетеді, кассадан банкке келіп түседі. 100 мың теңге бірдей сома. Шаруашылық әрекет келесі қарастырғанымыз 500 мың теңге банктен несие алынды. Банктен 500 мың теңге кетті. Ал кассаға 500 мың теңге түсті. Яғни касса дебет, кредит, банк несиесі. Банктен кетті, кассаға түсті. Шаруашылық келесі операция бұл жабдықтаушылардан 400 мың теңгеге тауар алынды. Яғни, жабдықтаушыдан 400 мың теңгеге тауар кетті. Кредит, кәсіпорын қоймасына тауар 400 мың теңгеге келіп түсті. Дебет тауар, кредит жабдықтаушы. Жабдықтаушыдан кетті, тауарға келіп түсті. Біздің қоймаға келіп түсті тауар. Яғни, әрқашан
кредиттен кетіп дебетке түседі. Активті және пассивті шоттардағы өзгерістер. Активті шотта дебет бойынша көбею, кредит бойынша азаю жазылады. Пассивті шот бойынша дебет бойынша азаяды, кредит бойынша көбейеді. Себебі қазір қарастырайық жеке-жеке активті шоттардағы өзгерістер. Екіш активті шот. Дебет бойынша актив көбейеді, кредит бойынша актив азаяды. Кассада 600 000 теңге, банкте 100 000 және тауар 500 000 теңге бар. Кассадан 600 000 теңгені банкке салдық. Банкте 700, кассадан 0. Тауар сатып алушыға сатылды. Тауар азайды, сатып алушының бізге беретін ақшамыз көбейді. Яғни, сатып алушының қарызы біз үшін актив. Себебі сатып алушыға біз қарыз емеспіз, сатып алушы бізге қарыз. Ақша беру тиіс. Бұл жерде келесі өзгерістер болды. -600 плюс 600, -500 плюс 500 тепе-теңдік 1 100 000 тең 1 100 000 баланс сақталды. Келесі операция. Активтер өзара ғана өзгеретін болса, онда бір жерден екінші жерге ауысады, бөлшектенеді. Яғни активтерлер таулар деп алатын болса, активтер ғана өзгеретін болса, таулар бөлшектенеді. Бухгалтерлік жазуда қарастырайық. Дебет касса шоты актив плюс 600 000, кредит касса актив минус 600. Кассадан кетті, банкке түсті. Екінші операция бойынша сатып алушы дебет, тауар, кредит. Тауар азайды, сатып алушының бізге беретін қаражаты көбейді. Кредиттен дебетке өзгеріс болды. Активтің азаюы кредит бойынша жазылады, көбею дебет бойынша жазылады. Пассивті шоттардағы өзгерістер. 2 пассивті шот. Дебет бойынша пассив азаяды, кредит бойынша пассив көбейеді. Мысал негізінде қарастырайық. Бізде келесі пассивтер бар. Банк алдындағы қарызымыз 500 000 теңге, жабдықтаушының алдындағы қарызымыз 400 000, жалақы қарызы 200 000. Жабдықтаушының алдындағы қарыз 300 000 теңгені жабу үшін несие алынды банктен 300 000 және жабдықтаушының қарызы жабылып 100 000 теңгеге азайды. Және жалақы бойынша қарыз жабу үшін тағы 200 000 теңге алып, жалақы қарыздары жабылды. Келесі өзгерістер пайда болды. Яғни қарыз азайған кезде дебет бойынша жазылады, қарыз көбейген кезде кредит бойынша жазылады. Қарыздың көбеюі, яғни қарыздың пайда болуы болып саналады. Осы операцияларды жеке-жеке қарастырайық. Пассивтер, яғни үңгірлер немесе көлеңкелер деп санайтын болсақ, өзгеретін болса өзара, онда бір жерден бір жерге ауысып, бөлшектенеді. Пассивтерде ғана өзгеріс болса, үңгірлер бөлшектенеді. Бухгалтерлік жазу. Банктен несие алып, кәсіпорын жабдықтаушылық алдындағы қарыздарын жапты. Яғни дебет. Бұл жабдықтаушыға қарыз 300 000 теңге азайды, банктың алдындағы қарыз 300 000 теңге көбейді. Яғни қарыздың көбеюі кредит бойынша жазылады, қарыздың жабылуы дебет бойынша жазылады. Екінші операция банктен несие алынып, кәсіпорын 200 000 теңгеге еңбек ақы бойынша қарыздарды төледі. Жұмысшылардың алдындағы қарыз өтелді, яғни жабылды, дебет бойынша көрсетіледі, ал банктың алдындағы қарыз көбейді, кредит бойынша көрсетіледі. Пассив көбейгенде кредит бойынша жазылады, пассив азайғанда дебет бойынша жазылады. Өзгеріс кредиттен дебетке. Бухгалтерлік жазу. Екі шоттың бірі актив, екіншісі пассивті болса, екеуі бірдей көбейеді немесе азаяды. Дебет актив көбейеді, кредит пассив көбейеді. Немесе
Келесі өзгеріс дебет бойынша пассив азаяды, кредит бойынша актив азаяды. Енді осы өзгерістерді нақты мысал негізінде қарастырайық. Активті және пассивті шотта бірдей азаю. Банкте 700 мың теңге бар. Жабдықтаушының алдында қарызымыз 100 мың теңге. Банктен 100 мың теңге алып, жабдықтаушының алдындағы 100 мың теңгені жаптық. Банкте 600 мың теңге қалды. Және несие бойынша қарызымыз 1 миллион теңге бар деп есептейік. Яғни біз банктен 600 мың теңгені алып, несие бойынша 600 мың теңгені жапсақ, несие қарызымыз 400 мың теңге қалады. Бұл жерде актив те, пассив те бірдей өзгеріп жатыр. Яғни азайып жатыр. Келесі өзгерістер болды. Пассив және актив бірдей азайды. 700 мың теңгеге. Келесі, яғни бұл өзгерістерді қарастырайық. Жабдықтаушыға банк шотынан 100 мың теңге төленді. Жабдықтаушының алдындағы қарыз өтелді, дебет. Банктың алдындағы қарыз пайда болды. Банк шотындағы қарар, өзіміздің шотындағы банк шотындағы ақшамыз азайды. Банк шотынан несие 600 мың теңге төленді. Яғни несие бойынша қарызымыз азайды, банк шотындағы ақшамыз да азайды. Бұны сурет негізінде көрдіңіздер. Яғни актив азайғанда кредит бойынша жазылады, пассив азайғанда дебет бойынша жазылады. Келесі өзгеріс активті және пассивті шотта бірдей көбею. Мысалы, бізде 500 мың теңгеге тауар және несие қарызымыз 400 мың теңге. Енді қосымша тауар сатып алдық. Жабдықтаушыдан жабдықтаушыға 300 мың теңге қарыз болдық. 300 мың теңгеге тауар пайда болды. Несие алдық 100 мың теңге. Несие алып, оны банкке салатын болсақ, онда несие қарызымыз 100 мың теңге көбейіп, банктегі ақшамызда 100 мың теңгеге көбейеді. Келесі өзгерістер пайда болды. Яғни жалпы өзгерістер активте, пассивте бірдей сомаға көбейді. 400 мың теңгеге. 300 және 100. Активте көбейді, пассивте көбейді. Бухгалтерлік жазулар. Жабдықтаушыдан 300 мың теңгеге тауар алынды. Дебет тауар көбейді, кредит жабдықтаушының алдында қарызда көбейді. 300 мың теңгеге. Яғни жабдықтаушының алдындағы қарыз пайда болды. Тауар келіп түсті. Екінші, банк несиесі 100 мың теңге алынып, кәсіпорынның банк шотына түсті. Дебет бойынша кәсіпорынның банк шоты актив пайда болды, және бұл активтің пайда болу көзі бұл банк несиесі 100 мың теңге қарызымыз пайда болды. Яғни келесі қорытынды жасауға болады. Актив және пассив үнемі тең, баланс сақталады үнемі. Екінші, активті шоттарда табыс алып келетін ресурстар көрсетіледі. Пассивті шоттарда қаржы көздері көрсетіледі. Яғни қаржы қайдан алынғанын көрсетіледі. Бухгалтерлік баланс негізі екі жақты жазу болып табылады. Бір шоттан бір сома кетсе, екінші шотқа сол сома келіп түседі. Кеткенді кредит деп атаймыз, келгенді дебет деп атаймыз. Әрқашан кредиттен кетеді, дебетқа келіп түседі. Активті шоттарда дебетте актив көбейеді, кредитте актив кемейді.
Және пассивті счеттарда дебетте пассив азаяды, кредитте пассив көбейеді. Назарларыңызға рахмет, және болған қателер үшін кешірім сұраймын, және келесі сабақтарда кездескенше.